Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін Ляко деген қыз бен Бека есімді жігіттің басынан өткен қызықты оқиғасын айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал енді біз видеомызды бастаймыз. Бека есімді 25 жасар жігіт өте бабник болады. Ол Инстаграмда өте көп қыздармен сөйлесіп, ақыр соңында төсекке тартатын болады. Ол бір күн әдеттегідей Инстаграмды қарап отырып, яғни Инстаграмдағы қыздардың суреттерін қарап отырып, алдынан бір қыз шығады. Ол қыздың фотосын қараса өте әдемі, кәдімгі прям сос болып тұрады. Ол қыздың есімі Ләззат болатын. Ләззаттың жасы осы жолы 20-ға толған еді. Сөйтіп Ләззаттың фотоларын барлығын көріп шығады. Енді профиліне Инстаграмнан кіріп, кәдімгідей Ләззат өте соска фигура десе фигурасы бар, барлық жері бар, түр десе түрі бар. Сондай бір өте әдемі қыз болады. Сөйтіп Бека енді аттың басын жіберіп енді Лякоға жазады енді. Привет, қалайсың? Сүйкімді екенсің, танысайық, жақын араласайық деп әдейі сөзбен сындырады. Енді Ляко да енді Бека енді кім екен деп Инстаграмнан кіріп қарамаймын енді. Кіріп қараса енді Бека да енді өзі ақылды жігіт қой, енді умный жігіт, енді бабник болғаннан кейін Инстаграмнан өте әдемі андай машинамен түскен, камримен түскен, бір ресторанда отырған, тойда жүрген, косметологмен жүрген фотолар барлығын толтырып қойды, енді әдемі болды. Сөйтіп Ляко енді Беканың фотоларын қарап болғаннан кейін мынау вроде нормальный жігіт, ақшасы бар, жағдайы бар секілді деп Беканың жазған сообщениесіне жауап беріп, екеуі ары қарай сөйлесе кетеді. Екеуі сөйлесіп кәдімгідей 6 ай бойы кәдімгідей телефон арқылы сөйлесіп хабарласып жүреді енді. Сөйтіп бір күні Бека өзінің арам ойынын жасамақшы болып Лякоға айтады енді. Ляко енді жүргенімізге 6 ай болды енді. Енді екеуміз енді нормально жүріп отыр екенбіз, ары қарай жақсы отношения құрып үйленуге қалай қарайсың дейді енді. Сөйтіп Ляко да енді Беканы іштей ұнатады енді, бірақ Беканың өзі айтпайтын. Енді көрейік енді. Көрейік. Егер жақсы болса, үйленуге болса мен қарсы емеспін. Ал несерьезный отношения болса, осы жерін қоя салайық дейді. Сөйтіп Бека болса сөзбен алдастырып, ой, үйленеміз, бүйтеміз деп алдастырып, енді Лякомен ары қарай шынайы отношения құрып кетеді енді. Сөйтіп екеуі жолығып, кәдімгідей киноға барып, паркке қыдырып, ресторандарға барып, бірге тамақтанып жүреді енді. Сөйтіп арада тағы бір 6 ай өтеді енді. Екеуінің танысып жүргендеріне 1 жылдай болады. Сөйтіп Бека Ляконы барлық жерден танып алады да. Ляко енді екеуміз жақын арада үйленеді екенбіз, екеуміз гостиницаға барып періссек қалай болады? Оданша бір екеуміз ертерек рахаттанайық деп Лякоға ұсыныс жасайды. Ляко болса ойланып, мынауың что-то опасный, ол мен шын сүйемін әлде төсек үшін жүр ма деп ой келіп қалады. Сөйтіп Бекаға, сен мені шын сүйесің бе? Осыдан кейін біз үйленеміз бе точно деп айтады. Ал Бека болса, иә, үйленеміз. Осыдан кейін үйленеміз, конкретно бала болып, шағалы болып, кәдімгідей бақытты ғұмыр кешеміз дейді енді. Бұның сөзіне сеніп қалған Ляко енді персек енді давай енді бір гостиница дайында дейді. Бека болса енді қаланың ортасына бір гостиницадан бөлме жалдап, ішімдегі анау мынау тамақ барлығын заказ етіп, кешке қарай Ляко мен Бека сол гостиницада кездеседі. Екеуі сөйтіп тамақтан алып, шайдан алып, сушняктан алып, ішімдіктен алып, ішіп кәдімгідей әңгімелерін бастайды енді. Басында енді әзіл күлкі әңгімелер айтылса, ары қарай енді қоздыртып бір-бірін сондай әңгімелер кетті. Ақыр соңында қозған Бека Ләззатты жайлап шешіндіріп бастайды енді, жайлап шешіндіріп, денесінен сүйіп, кәдімгідей ерінен сүйіп, кәдімгідей сүйісіп, тамағынан иіскеп кәдімгідей сөйтіп бастайды енді. Сөйтіп қосанарын жалап кәдімгідей ары қарай кірісіп кетеді. Ляко да болса енді кәдімгідей қозған Ляко енді Беканың мүшесін аймалап, мүшесін сүйіп, кәдімгідей екеуі кәдімгідей сол түні 3-4 сағат бойы ойнап күліп шаршамай от души періседі енді. Сол перісіп кәдімгідей 3 сағат бойы кәдімгідей шаршап, екеуі жалаңаш күйде ұйықтап қалады енді. Жалаңаш күйде ұйықтап қалғаннан кейін ертеңгісі күні таң атып, Бека мен Ляко киініп гостиницадан шығып кетеді де, давай хабарласам жаным, давай кейін хабарласам деп екеуі екі жаққа тарап кетеді. Содан кейін Бека Ляконың WhatsApp-ын удалить, Instagram-ын удалить, барлығын блокқа тығып, Ляко енді хабарласпайтындай қылып тастайды енді телефон. Сөйтеді өзі жоғалып кетеді, басқа қалаға кетіп қалады енді өзінің ауылына. Ал Ляко болса Беканы іздеп хабарласады енді. Ақыр соңында өзін пайдаланып лақтырып кеткенін біліп қойған Ляко сол күні бөлмеден шықпай жылап, кәдімгідей ешкімге хабарласпай, ешкімге тек жылап, сол Бека мені неге алдап кетеді, мен оны шын сүйдім ғой деп өте қатты жылап, кәдімгідей айқайлап Бекаға енді өте қатты ренжиді енді. Енді осылайша Бека енді Ляконың көз жасына қалып қояды еді. Арада біраз жылдар өтеді. Ляко болса жақсы иманды намаз оқитын жігітті тауып, соған үйленіп, ары қарай баласы шағалы болады. Ал Бека болса сол Ляко сияқты қыздарды сындырып, солармен перісіп, өзі ақыр соңында өзі тесік қызды алып үйленеді. Менің бұл видеодан айтатыным, достар, өмір алма кезек. Ешқашанда қыздардың ойын бұзбаңыздар, ешқашанда қыздардың сезімімен ойнамаңыздар. Қыздар ол біздің қарындасымыз, ол біздің әпкеміз, ол біздің болашақ әйеліміз. Сондықтан да қыздың көз жасына қалмайық, видеоны арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырайық. Қош сау болыңыздар.